құрметті көрермендер, біздің Каз подкастқа қош келдіңіздер. Бүгін біз 14-ші жазылымымызды жалғастырудамыз. Биылғы қорытынды енді 2024 жылғы соңғы подкастымыз деп айтуға болады. Келешекте де жаңа да видео подкасттарымызды түсіреміз деп ойдамыз. Енді бүгінгі біздің подкастымызда қонақтарымыз Сүлейменов Қуаныш Серікқазыұлы, қош келдіңіз. Кабанов Арман Жомартович, қош келдіңіздер. Енді кішігірім өз подкастта біздің ой пікірлерімізбен бірінші Қуаныш Серікқазыұлына сұрақ қойып жалғастырсақ, осы 5 жылда істелінген жұмыстар бойынша ой пікіріңізді, қандай қиыншылықтарды өткен, басталған деген секілді сол тарихқа келіп айта кетсеңіз. Енді қайырлы күн, құрметті жерлестер, әріптестер. Енді 2019 жылы осы біздің Ақбас Республикалық палатасына төрағасы болып сайланғам. Сол сайланғаннан бері енді 5 жылында біраз жұмыстар атқарылды. Соған тоқтат кетсем, енді былай айтқым келеді. Жалпы 2019 жылы неге келген себебім? Ол кезде 2018 жылы заң қабылданады. Ауыл шаруашылығы министрінің тарабынан ол мына отандық ет бағытындағы малдар сатқан кезде соларға төленетін субсидия 150 мың теңге тоқтатып қалады. Шетелден әкелсе беріледі, қазақстандық отандық болса берілмей қалды. Соған қарамастан біз біраз жігіттермен, Орал, Батыстың жігіттерімен қосылып министрге хат жолдаймыз. Осылай, мынау мүмкін емес. Біз отандық Ақбас тұқымды қолдамасақ, ертең бізде ештеңе қалмайды. Бізде отандық брендтерден Қазақстанда мысалы жылқы бар, тазы бар, Ақбасымыз бар, көктөбеміз бар, медеуіміз бар, димашымыз бар дегенде. Солай да айттық қой. Басқа ештеңе жоқ қой, қатарымыз адамды қарасақ та жақсылықтардан. Оны айтқаннан кейін бізге көңіл бөлінбеді. Және палата директоры ол кезде үлкен кісі болды. Ол кісіге хат жолдадық, көмектесіңіз, жасаңыз дегеннен кейін ол кісі бас тартты. Бас тартқаннан кейін біз өзіміз бәрін ұйымдастырып, осы республикалық палатаның барлық жігіттерін жиналғаннан кейін шешім қабылдадық. Біз директорды жұмыстан алдық. Жаңа кеңес мүшелерін таңдап, сол кезде мені жігіттер төраға болып сайланғаннан кейін, содан кейін 5 айдан кейін біз президентке шығып, депутаттарға шығып, қайтадан сол төленетін субсидия қайтарып алдық. Дәлелдеп алдық, қазақтың Ақбас сиырын дамыту үшін керек деп. Енді санға көшсек, сол жылдары республика бойынша 270 Ақбас палата мүшесі болды. Және 257 мың ірі қара Қазақстан бойынша Ақбастан. Енді 5 жыл өткеннен кейін бүгінгі күні республикалық палатаның құрамында 1056 мүшесі бар. Бұлай қарап отырсаңыздар, енді 4 есе өсті. Және мал саны 650 мыңнан асты. Бұл өсу жалпы біздің қазақ жігіттері осы Ақбас тұқым малымен жұмыс істейміз деген, және бұл патриоттық бір сезім пайда болды. Осыдан 2 жыл бұрын республика бойынша Ақбас сиырдың көлемі ет бағытындағы 62% болды ғой деймін. Қазіргі таңда 72% болып кетті. Бұл дегеніміз осы Қазақстан жерінде бренд пайда болғаннан кейін 2020 жылдан бастап біздің команда, осы Ақбас республикалық палатаның командасы, жігіттер бәрі бірігіп, Ақбасты бренд жасаймыз деп, сол брендирование жасап, қазақ Ақбас, өздеріңіз көргендей, міне біздің өзімізде жазып тұрғандай, осы бренд жасап, мерч жасап, сол мерч барлық Қазақстан бойынша жерлерге таратып, барған жерге сыйлап, көрсетіп, маған артынан бір жігіттер звондап, сіздер секілді бірге болғымыз келеді, бір 90 жылдағы бригада секілді болғымыз келеді, сендерде мынандай дух бар екен, бір отбасы секілді жүресіңдер, қай жақта мысалы болсаңдар да, батыстың қазақтары бәрі бірге бірігіп Ақбас көтереміз деп, Семей, ол кезде Шығыс Қазақстан, Абай облысы, қазіргі оңтүстікке барсан Ақбас десе жігіттер бір-бірін қолдап жүретін. Даже мен бір орынбасарым, ол кезде зоотехник Олжас деген жігіт, Алматыға көлікпен барсан кезде Аягөз қаласында машина сынады қыс уақытында. Сол кезде көмекке ешкім келе алмайды бораннан. Бірақ Ақбас жігіттері естіп алып, жолды ашып беріп, көмектесіп, үкімет істемеген нәрсені сонда Ақбастың жігіттері істеп берген ғой. Сонда мен таңғалдым, қандай береке бірлік арамызда туды. Міне сол 5 жыл өткеннен кейін мен бүгін ең басты
осы бір сандарына тоқтап айтқаным. Екіншісі, 5 жыл өткеннен кейін біздің уставта жазылғандай жұмыс атқарып болғаннан кейін өзімде айтқым келді мына өзіміздің әріптестерімізге, таза жүрекпен осы жұмысымды тоқтатып, төрағалықты жастар келіп, сол жастар ары қарай жұмысты жалғастырып, міне арамызда отырған Арман досымыз, осы жігіт сұнып, біздің жігіттер ары қарай осы жұмысты осы жігіт алып кетеді. Бәріміз кеңес болсын, осы біздің Ақбаспен әнші жүрген мүшелері болсын, бәріміз осы бір төрағаның қасына, атқарушы біздің директордың қасына бірігіп, бөлінбе, ештеңе там тартыс жыртыс болмайтындай Ақбас үшін, және Ақбас деген ол тек қана мал емес. Кейбір кісілер ойлап қалады, Ақбас ол сиыр, ол мүлдем ол дұрыс емес түсінік. Неге десеңіздер, әр Ақбас артында тұрған адам баласы. Мен үшін мысалы Ақбас ол бренд, сол брендтің артында тұрған өзіміздің қазақ Ақбас сиырымыз, бірақ соның артында, соның түбінде тұрған адам баласы. Осы кәсіптің арқасында неғұрлым барлық өзіміздің қазақ жігіттеріміз байып, елге жақсылық істеп жатса, біздің жұмысымыз нәтижесі сол. Үлкен бір семья деп айтуға болады дейсіз. Үлкен бір отбасы. Бүгін отбасы болып Ақбас тұқымы. Енді Арман Жұмаш, сіз өзіңізге кішігірім мынандай сұрақ, ойыңыз, пікіріңіз келешекте қалай да жұмыс атқару деген пікірлеріңізбен бөлісе кетсеңіз. Қайырлы күн, қадірменді көрермен, әріптестер. Әрине енді жаңа Қуаныш Серікқазы айтып өтті. Атқарылған жұмыс өте көп. Ол деген жоққа шығаруға болмайды. Ол жұмысты деген 2019-дан бері көптеген жұмыстар жасалды ғой. Мына Қуаныш Серікқазы айтты ғой, қазақ Ақбас біздің ұйымымызды деген республика көлемінде кең таниды жұртшылық деген. Оны жоққа шығаруға болмайды. Келешекте де атқаратын жұмыстар, жасалатын жұмыстар мол, оны өзіңіз де білесіз, Бақтияр Бақытжанұлы. Манағы үлкен Қуаныш Серікқазыұлы бастаған команда, өзіңіздің командаңыз бастаған жұмыстарға да дамытып жалғастыруға жасаймыз деп ойлаймыз. Бірігіп біздер барлығымыз Қуаныш Серікқазыұлы ешқайда кетпейді ғой, енді бұрыннан бері бірге араласып келе жатырмыз. Бір семья ғой, енді отбасы қандай болса да отбасымыз. Ақылдасып, жігіттер бар, өздеріңіз бар. Келешекте министрлікпен, ауыл шаруашылық министрлікпен бірігіп атқаратын жұмыстар көп деп ойлаймын. Оның бірі малды, біздің ірі қара малды Қазақстан аймағынан экспортқа шығару жөнінде жұмыс. Ол аналық бастарды, қазір енді өздерің білесіңдер, квота арқылы бұқашықтарды деген экспортқа шығарамыз. Соған қарамастан енді алдағы жұмыста деген ұрғашы малды, ірі қара малды, асыл тұқымды малды, деген өзіңіз білесіз, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, тағы да басқа елдерден сұраныс туып жатыр. Соны жүзеге асыру керек, министрлікпен жұмыс жасау керек. Сондай жұмыстар бар. Бұлай дейді ғой, біз биыл Шотландия еліне барған кезде, сол кезде көрген едік, Ангус ұжымында барған кезде бір үлкен семьямыз дейді, сол секілді бізде халықаралық бір семьяға айналу керекпіз дегенде, мында тек қана уже батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік демей, қасымыздағы көрші елдермен отырып, міне бір семьямыз деп. Дұрыс. Болашақта енді келешекте өзіміздің көрші елдестермен жұмыс жасап, ары қарай енді үлкен кең арқа жайып, басқа да арғы шет мемлекет елдеріне де таныстыруымыз керек қой, өзіміз брендімізді. Солай емес пе? Сондай жұмыстар бар. Тағы да жасайтын жұмыстар. Жаңағыда атқарылған жұмыстарды көрсетіп, барып, әрине, бөлісіп, тәжірибемізді алмасып. Әрине. Айтып тұрмыз, атқарылған жұмыстар өте көп 5 жылдың ішінде. 5 жылдың ішінде өте көп жұмыс атқарылды. Мен өзім осы Ақбас палатасынан кеңеске 2021-де келдім ғой, өздерің білесіздер. Содан бері бірлесіп жұмыс жасап келе жатырмыз. Атқарылып жатқан жұмыстар өте көп. Нәтиже бар жұмыс бойынша. Оны ешкім жоққа шығара алмайды оны деген. Қанша семинар кеңестер өткізіліп жатыр. Содан тайынбай, болашақта жаңадан жас фермалар ашылып жатыр, шаруашылықтар. Соларды бірге тартып, көрсетіп, Ақбас ұйымы қалай жұмыс жасайтын бәрін есігіміз әрдайым ашық дейсіз ғой. Жаңадан бастайтын кісілерге семьяға қош келдіңіздер деп есігіміз ашық әрдайым. Біреудің қателігін қайталамайтындай, тез арада алып кететіндей, қателіктерді істемейтіндей.
методикалық көмек сіздің тарапыңыздан мысалы үшін палатаның тарапынан өте жақсы жүріп жатыр. Бағанағы деген брошюралар шығарып жатсыздар, ода бәрібір көмек, ода сол жұмысты ары қарата дамытып жалғастыра беру керек деп ойлаймын. дұрыс. Иә, мында Мен қосайын деп едім. аха Рұқсат болса. Негізі осы 19 жылдан бастап стратегиялық бағыт осы палатаның дұрыс жолға қойылған деп айтқым келді. Және көп біздің әріптестеріміз сұрайды ғой, осы кеңесте әріптестеріміз жұмыс істейді, олар ақша ала ма? Мен оны айтқым келгені, неге төраға да осы кеңес мүшелері барлығы тегін жұмыс атқарады. Неге бұлар тегін жұмыс атқарады? Бұлардың әрқайсысының қанында қазақ деген сөз, осы Қазақстан үшін деген патриотизм өте жоғары. Мына қазақ қақпасы деген ол бір кездерде Совет үкіметі тарағаннан кейін бір ту секілді. Сол ту жерге құлап қалады. Жерге құлаған себебі 2 миллион болған ірі қара ақбастан 2013 жылы 75 мыңға түсіп кетті. Сонда бүкіл елімізде 75 мың мал қалады. Сол туды осы жігіттер жерден көтеріп алды. Жерден көтергеннен кейін бұлар президенттің саясатын қолдап, үкіметтің саясатын қолдап, осы ішкі өзіміздің ет бағытындағы малдарды көбейтейік, елге жұмыс жасайық деп сол туды жоғары көтергеннен кейін тегін істеп кетір азаматтар. Тегін істеген себебі, айттым ғой жаңа, патриотизм. Екінші, неге дұрыс бағыт сол кезде бағыт алды палата? Оны салыстырма түрде қарасақ, дәл сол 19-20 жылы ақбастың условия дейді ғой орысша, төмен болды. Мысалы, ангусты сатып алсан, сен оған сол кезде 225 мың теңге субсидия аласың. Ақбас алсаң 1 тиын алмайсың. Біздің рингке шыққан кезде неравный условия қойып қойды. Соны қайтарып алғаннан кейін, қазір енді сараптама жасасаңыз, өткен 5 жылдың ішінде, жаңа сізге айттым ғой, 62-ден республика бойынша 72-ге шейін шықты ет бағытындағы ақбастар. Және мысалы ақбастар жылына 89-102 мың мал сатылса, асыл тұқымды, сол ангусты қарасаңыздар, олардікі 8-10 мыңнан асып кетті. Түсіп кетті оларға. Олар түсіп кетті. Негізі оларда поддержка дейді ғой, ана жарнама арқылы, мировой рейтингтің бар, ана ангустың өзінің мировой палатасы бар. Солардың бәрін қосқан кезде рычагтар көп болды бізде. Бізде патриотизм, қазақтың жігіттері, осы Қазақстанда жұмыс істеп жүрген азаматтар әр облыста бәрі бірігіп, бір отбасы секілді қазақтың туын көтереміз деп қазақ ақбасты көтеріп алды. Сон деңгейінде міне бүгінгі нәтижесі 600 мыңның үстінде. 13 жылы 75 мың, 2019 жылы 257 мың, міне 2024 жылы 600 мыңның үстінде. Ол деген үлкен көрсеткіш. Және осы жолы президент айтпақшы, жылқы зерттейтін академия болу керек деді ғой. Институтын құру керек. Енді біз ақбасты ары қарай дамыта берсек, республика бойынша 3-4-5 жылдың ішінде, мына как раз жаңа төрағаға ол кісі енді жұмысын бір бағытқа қойып, бәріміз сол кісінің қасында табылып, көмектесіп, ақылдасып дегендей, республика бойынша мүмкін 3-4-5 жылдан кейін осы ақбасты зерттейтін ары қарай бір кереметтей аграрный университеттің тарапында ма, Қазынаудың тарапында ма бір отделение ма мүмкін ашылып қалады. Бұрынғы Совет үкіметінің кезінде қазіргі Казнижик дейді, солардан Субботин, Соколовтар келіп, әр хозяйстволармен жұмыс жасап, осы ақбастың деңгейін көтеріп алған. Біздер оған келе жатырмыз. Но Совет үкіметі оған 31 жылдан 50 жыл шыққан 86 жылға дейін келді. Сонда оларда мөлшері бір 70 жыл жұмыс жасады олар. Біздер ары кетсе 10-15 жылда өзінің бәрін жасау керекпіз. Және жаңа Арман әріптесіміз айтқандай, шетелге шығару керек ақбасты қолдаймын. Бұл кісінің алдағы тұрған жоспарларын. Биылғы жылы бір Шотландия еліне барған кезде, оларда мысалы көрсетпейді ангуспен айналысқаннан кейін, бірақ оларда қызығып тұр. Неге қызыққаны, мен байқағаным, олардың ірі малдарды қазіргі таңда углеводородный выброс дейді ғой. Олар загрязняет атмосфераға, соған көп көңіл бөлетін болыпты ғой. Оларға да кішкентай, бірақ әр нәрсеге төзімді, қай жерде жүрсе де мықты мал керек. Соны олар әдейілеп біздің тыңдағанымызды көрді,
керісінше артынан өздері келіп ақбастың конкурстарына қатысып ол жерде ет бағытындағы басқа да паралар шықты, бірақ олар именно ақбастың ішінен бірінші мясной турдағы бірінші орынды қазақ ақбасқа берді. Оның бәрі бекер емес, ол да бір үлкен еңбек деп ойлаймын. Ол да иә бір әр істелген ненің артында үлкен деген еңбектер жатыр деген секілді. Соны да Әрине, айта Әр фермеріміз, әрине. біздің фермерлердің жұмыстары ғой. Әрине. Олар енді сол фермерлерді біріктіріп жұмыс істеп отқан, сіздер палатаға көп рахмет. Енді мында сіздердің кеңес мүшесінде кеңестік беріп, бағытты беріп отқан сіздер мысалға, сол біздің ары қарай жұмысымызды атқару ғой енді. Сол себепті бүгінгі таңда кеңес төрағасына үлкен аманат, енді бүкіл халықтың атынан деген ол аманат. Жаңа өзіңіз айтып отқандай туды көтеріп, оны туды өз орнына жеткізу, айта білу, жеткізу, жаңада ауыл шаруашылық министрлігіне барып, ол жеткізіп көзқарасымызды әр малдың басында жүрген кісінің іштегі тұрған затын дұрыс жеткізе білу керек қой. Тегістеп дегендейші, біз енді палаталар ашылған кезде де бұның бір мақсатының бірі мост болды дейді ғой, ауыл шаруашылық министрлігімен және де малдың басында жүрген өзіміз шаруашылықты солардың біріктіріп жеткізіп тұру аманатын. Сондай секілді үлкен. Жаңада бірақ айтқым келетін қоса тағы да бір жағынан оң нәтиже берілген секілді шығар, басқа да тұқымдар келген кезде өйткені конкуренция развивает дейді ғой, ол да конкуренцияда жақсы дейді ғой, нәтиже Ол беретін. енді конкуренция болғанда мен бір қоса кетейін. Манағы деген айтып отырсыз, басқа палаталар, басқа породалар бар деп бізде да. Соның ішінде енді басқа да өздерің білесіздер ғой, банағы айттық Ангус палатасы бар, Герефорд палатасы бар, енді басқа породалар да бар ғой енді. Соның ішінде мына біздің қазақ ақбастың палатасы жұмысы бөлек деп тануға болады, айтуға да болады. Оны бәрі де мойындайды. Себебі деген біздің ақбас палатының 2019-да консультациясы келгенде қанша мүше болды біздерде? 257. Қазір 1000 үстінде. 1056. Ол да үлкен жұмыс. Әлде де тоқтамай жаңадан шаруашылықтар ашылып жатыр. Әлде қосатын шаруашылықтар бар, мысалы үшін Бақтияр Бақытжанұлы. Солай емес пе? Сол жігіттерді бәрін ұйымға тартып, палатаға тартып, көрсетіп, бірге сол неге кіргізіп, палатаға бірге жұмыс жасап. Енді 30 жылдан бері зерттеліп келді ғой, енді мына ақбасымыз деген. 30 жылдан бастады. 51 жылы ресми түрде тіркелді, порода деген мына ақбас палатамыз. Содан бері енді өзіңіз білесіз, шығыста Шалабай мен Қалбатау, батыста Аңқаты мен Чапаев плем заводтары қандай үлкен жұмыстар жасады. Ата бабаларымыз деген бізге қандай із қалдырып кетті сол жөнінде. Соны біздер енді ары қарата дамытып, манағы жас фермерлерді, жас шаруашылықтарды, басқа да нелерді біздің палатаға тартып, көтеріп, дұрыс жұмыс бағытты көрсетуге міндетті деп ойлаймыз біздер деген. Солай емес пе Бақтияр Бақытжанұлы? Және сол жастарға айтайын дегенім, мына бағана қайталайын деп отырмын. Ешкім бөлінбеу керек. Міне, Осы палатаның маңайынан, төрағаның маңайынан, осы кеңес бар палатаның. Сол жерде бәрі жиналып, сол идеяларды ары қарай дамыту керек. Әйтпесе қазір ауызбіршілік болу керек. Бөлініп кетсе, ертең нәтиже болмай қалады. Нәтиже болу үшін береке, бірлік керек. Бірлік бар жерде тірлік бар деген бір мақал бар ғой бізде. Сол секілді жаңа біздің төрағамыз қасында бірігіп, жаңағыдай кеңес мүшесінің қасында жеткізіп, солар бір осы жиналыста кездесіп, біз осы жақында ғана анализ жасаған едік. Соңғы 5 жылда 4 не болған жиналыс, палата мүшелерінің жылдық жиналысы. Үшеуі офлайн дейді, біреуі онлайн түрде өткен. 20 кеңес кездесулері өткен еді. Ол да үлкен жұмыс. Мысалға әркім өзінің уақытын, алтын уақытын бөліп, мұнда келіп, тастап жұмыстарын кеңеске келіп. Бұл да енді жаңа оның алдында айтты ғой Қуаныш Серғазыұлы, төленбейтін ештеңе төленбейді мысалға тегін жұмыс, бірақ дегенмен үстінде үлкен таудан да үлкен аманат бар дейді ғой енді. Сол секілді соның бәрін жеткізе білу керекпіз, дұрыс бірге білу керекпіз. Ауызбіршілікте жаңағыдай жұмыс тарапында болған жұмыстарымызды да оны өз арамызда шешіп біле жаңағыдай жеткізу. Ол дұрыс жаңа наставление айтып жатырсыз, кеңес беріп отырсыздар да жастарға, оны да түсінеміз дұрыс. Өйткені бізде енді
Қазақстан емес сыртқа елдеріне шыққаннан кейін үлкен тағы да бір семья болу керек. Онда да ондай нелер болады келешекте. Басқа да палаталардың жаңағы мысалы международный халықаралық деңгейі бар палаталарды біз не себепті алмасып отқанымыз, оларды өсті ғой үлкен, да әркім өзіне қарай көрпе тартпасын деп қандай да ішінде келісім шарттарын қабылдады, бір тепе теңдігін бұландады, бәрі тепе тең болсын деген секілді. Енді ол да бізге келешекте үлкен жұмыстардың бірі деп ойлаймын. Келесі алдағы жылдарда жұмыстарымыз басқа шетелдің палата мүшелері кірген кезде өзіңіз ойлаңызшы, қандай да шетелдің басқа да мүшеліктері кіріп отқан кезде біз уже Қазақстан туралы ғана емес, ал әлем туралы айтып отқан кезде кішкене армандай тұрайық дегенім ғой. Біздерде енді 22 жылы келісім шарт Ресей Федерациясымен және Қырғызстан Республикасымен келісім шарттарымыз бар. Оны іске асыру үшін бүгінгі күні шекарамыз жабық тұр. Бұл біздің енді тарабымыздан ветеринария саласына, министрдің тарабына қаншама хаттар жолданып жатыр бүгінгі күні. Ана жердегі тәртіпті өзгерту керек. Өзгерткен кезде жаңа мына Арман әріптесіміздің өзінің үлкен жоспары, бұны жан-жақты қолдау керек, шекараны ашып, аналық малдарды шығару керек шетелге. Ресейге сату керек, олардың ішінен табу керек. Өзіміз барып, сіздің өзіңіз қазір жаңа бастаған ісіңізде Америкаға семья апарам дегеніңіз, қол рухтану жасаймыз. Сол Америка, Аргентина елінде өзіміздің әріптесіміз Даниэль Риарта, ол да құлшықтанып айтқан шекараларды ашқан кезде ақбастың тұқымының көрейік қалай болады екен деп. Сондықтан бұның бәрін бір жерге жеткізіп, шетелге апарып, негізі ангус айтамыз, керемет жақсы порода, Герефорд жақсы порода. Оларды осындай дүниежүзілік тарату үшін бұл кісілер 300-400 жыл істеп кетір. Олардың палатасы құрылғаннан бастап, бүгінгі күні зерттеп шықсақ, 300 жылдан астам жұмыс істеп жатыр. Бізде 300 жыл жоқ. Біз бұның бәрін алдағы, Қазақстан бойынша жұмысымызды айттым, 4-5 жылдың ішінде алдағы енді шетелге шығып ары қарай дамыту үшін, енді біздерден кейін келе жатқан жастар қолға алып ары қарай алып кету керек. Негізі әр жұмысты бастағаннан кейін мынандай, бұл енді тек қана бір ұжымның, бір семьяның жұмысы емес. Бұған осылай қарамау керек. Мысалы, мен абай осы тұрам, әреке Батыс Қазақстанда өзінің ғана сол маңайдағы ауылдың қасындағы жұмыс емес. Бұл мемлекеттік жұмыс. Бұл мемлекет жұмысы болғандықтан біз мемлекеттік жұмыс істеп жатырмыз. Понятие бар ғой бұндай, продовольственная безопасность. Бұл продовольственная безопасностьтің бір бөлігі. Және де бұны маңызы неге қандай терең, мемлекеттік, бұл республика бойынша тарап үлкейсе, ертең республикаға бір точно жаманшылық болмайды, тек қана жақсылық болады. Өзімізді қамтай аламыз. Сонда толығымен болады. Және жұмыс орындары ашылады, және фермеріміз байыса, өз ауылын көркейтеді, ауылдан халық көшпейді. Міне, осы мәлімет шықты ғой мәжілістен. Осыдан 3 жыл бұрын ауылда 42% азаматтар тұрды. Бүгінгі күні 38%-ға шейін түсіп баратыр дейді. Міне, 3-4 жылдың ішінде 4%-ға ауыл азаматтары көшіп баратыр. Оны тоқтату үшін осындай біздің фермерлер секілді азаматтар баю керек. Олар ауылдарын көркейтіп, жақсы бір нәтижеге жетіп жатса. Жақсылық атамыз айтқандай ма, 5000 жігіт, 5000 ауылды көркендетіп жіберсе деген. Сонымен шешілетін мәселе. Мәселе осымен шешіледі. Енді ол мысалы стратегиялық көзқараспен қарайтын болса, бұл мал шаруашылығы ең оңай әдіс деп есептеуге болады да, ауылдарды ұстап қалу, жұмыс қамтамасыз ету дегендей. Және де жаңа өзіңіз айтып отқандай, сатып ақша тауып байып ауылға өзіне, ол бір жерге апармайды ғой, сол жерге кіргізеді, жол бірдеңке болса да салады, бірдеңке жұмыстың орнын береді дегенде, переработка жасайды, кішігірім болса да. Енді бұнда стратегиялық өте үлкен жұмысты мақсаттары бар. Мұнда тағы да қоса кететін Арман Жомартович, енді бұнда кішігірім сіздер өздеріңіз осы жайдан жай келген жоқсыз ғой, мысалға мына жерге өздеріңіз екінші, үшінші поколение деп кейде айтуға болады ғой, өздеріңізде бастама. Сол туралы кішігірім айтып кетсеңіз, мысалы Қуанышбек білетінім, сіз мысалы екінші, үшінші поколенияда фермер осы жұмысты келе жатырсыз. Енді кейбір кісілер менен сұрайды, сіз осы төраға қалай жүрсіз, мал шаруашылықты білмейсіз ғой деп кейбіреулер түсіндіре алмайды. Негізі өз ауылдан туғаннан кейін бала кезімізден қой бағу, сиыр бағуды білеміз. Және мен әкем сол ауылда ақбаспен істеген, нағашы жағымнан
Чикенбаев Жубайхан деген, ол Субботиндармен бірге істеп, лауреат Сталинская премия сол кезде беретін, осы Ақбас шығарған үшін. Әкемнің туған ағасы ол Ақбасты бағып, сол үлкен нәтижеге жетіп, 76 жылы еңбек ері болып атанды. Сонда менің тікелей аталарым ауылымыз тараған кезде, енді 90 жылдары ауылдарым бәрі тарады. 2004 жылы свет жоқ, түк жоқ ауылда. Ақбастың бір басы қалған жоқ ауылымызда. Енді Арман досым, әріптесім біздің ауылда да болды ғой, көрді ғой. Сол кезде бір хат жазып инвесторлар тауып, ауылымызды қайтан көтеріп алдық. Трактормен өзіміз жүрдік, сол малдың артынан ветврачтың, зоотехниктің жұмысын бәрін көріп, содан еңбек етіп, президентіміз айтпақшы, еңбексіз ешқандай нәтижеге жетпейсіз. Сол еңбекпен осындай міне Қазақ Ақбас Республика палатасының төрағалығына жетіп, өзінің жұмысын жасап, Алла бұйырса, оған ризамын. Еңбекпен осылай жеткеніме. Шүкір дейсіз ғой. Мұнда Арман Жұмаш, өзіңіз туралы енді. Енді Бақтияр Бақытжанов, сіз өзіңіз білесіз ғой, Әлібештің жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тарихы мол екен. Бұл совет үкіметінен бері келе жатқан шаруашылық. Бұрын Әлібештің Плем совхозы болды. Сонау Москваның ВДНХ-ның тізімінің ішінде бар, ішінде тұрған ішінде. Тарих содан келеді. Сол шаруашылықта енді өзімізде енді бана Қуаныш Серікқызы айтқан бала кезімізден бері ауылда өстік, малдыға араластық, қой бақтық деген сияқты. Бертін келе деген енді оқыдып, сосын мемлекеттік жұмысқа бардық. 25 жыл мемлекеттік жұмысты атқарғаннан кейін банаға деген шаруашылыққа бет бұрдық. Зейнеткерлікке шығып, шаруашылыққа бет бұрып, қазір сол Әлібештің жауапкершілігі шектеулі серіктестігін бана тоқырау замандар болды, совет үкіметі құлады. Ешқандай үкіметтік қолдау болған жоқ, өздерің білесіздер. Сонда деген көп шаруашылықтар деген банаға асыл тұқымды ізді жоғалтып алды, жасыратын жоқ оның деген. Тек қана санаулы шаруашылықтар қалды біздің облыста. Жаңағы Аңқаты, Плем завод Чапаевский қалды, асыл тұқымды мал зауыты. Содан кейін деген 2000 жылдардан бастап қайтадан банаға деген Әлібештің жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылып, асыл тұқымды малы, сол бұрынғы қалған малы қалпына келтіріп, өзім әкем басқарды сол шаруашылықты. Сол әкемнен ол кісі деген 2011 жылы қараша айында дүниеден өтіп кетті. 2012 жылы сол шаруашылықты мен өзім қабылдап, солдан бері сол шаруашылықпен айналысып, қазір деген Қазақ Ақбас палатасының мүшесі болып, Қуаныш Серікқазы ағамыз сияқты қастарында жұмыс жасап жүрген жайымыз бар. Мен осы жерде кетейін дедім. Қазақстанның көп жерлеріне барамыз ғой, осы Ақбасты қарап, қай жерде қалай екен. Батыс Қазақстанның ерекшелігі, жігіттердің бәрі ұмытылып, жақсы жұмыс істеп жатыр, нәтижесіне, малдың сапасына. Осы жерде еске алып кететін өзіміздің Мақсұт Кенжеевич деген Балқыбаев ағамыз. Ол кісімен танысқан кезде кереметтей оның жанып, әрқашанда жанып тұратын ол кісі, Ақбас десе. Бір басында осыдан бір 17-15 жылдары жиналыстарда біз жаспыз, келеміз, ол кісілер сөйлеп отырады, кейбір нәрседе ұқпаймыз. Артынан ол кісінің еңбегін қарап, сол ауылына барып, жеріне барып, өткеткеннен кейін, басына барғаннан кейін көп нәрсеге көзім ашылды. Ол кісі нақты сол Батыс Қазақстанда алып қалу үшін осы Ақбасты және ары қарай оны дамыту үшін еңбек істеген азамат. Үлкен еңбек істеді. Құрмет орденін тірі кезінде оның алғаны бекер емес. Ол таза еңбекпен алған. Сондай азаматтар арамызда көп болған кезде басқа облыстарда дамушы еді. Сол рахмет. Дұрыс айтасыз. Ол кісінің еңбегі зор енді. Енді мұнда әрине ол кісі туралы айта кету болмайды. Ол кісінің еңбегі зор, үлкен де істелінген, Ақбас тұқымы үшін ретінде. Енді мұнда жеткізгім келгені көрермендерге, мұнда мал басына бізде кеңес мүшесінде жүрген кісілердің де бәрі жайда жай келген кісілер емес, барлығы малдан басынан шыққан, өздері тәжірибесі үлкен, мол, солмен бөлісіп, жаңада жоспарлық план, стратегиялық план дегендей отырып, бірге жұмыс жасауды көрермендерге жеткізім келгені де, сол себепті айтып отқан жаңада біз көріп қалып, үйреніп қалдық қой, шетелде айтады, мен потомственный фермермін дегенде, бізде де міне көз алдарыңызда тұр, потомственный үшінші потомок ретінде, сіз өзіңіз міне Арман Жұмаш екінші потомок ретінде фермер, соны ары қарай да жалғастырып, келешекте мүмкін бір 50-100 жылдың ішінде отырғаннан кейін сіздің ұрпақтарымыз айтатындай, мен 8-9 потомок едім осындай кісілердің деп, сол көрермендерге жеткізген көп
бұйыртса енді қош дегенде Ақбас туралы. аха, Ақбасты біз айтамыз 53 жылы ол регистрациядан өтіп шыққан порода деп. Мен өзім үшін қазір бір форматтағы убеждение дейді ғой орысша. иә Жасап жатқаным, қазақ Ақбас пайда болған кезде оған Герефорд әкесін әкеледі, бірақ та анасы осы бұрынғы жабайы өзіміздің қазағымыздың қасында жүрген малдар. Соны зерттеп қарасам, біздің ата бабаларымыз бірінші ғасыр, бірінші тысячелетияда, мыңыншы ғасырда да 8-ші 7-ші дәуір біздің ғасыр біздің дәуірге шейін. Сол кезде біздің дәуірге шейін петроглифтар пайда болады ғой. Ол сақ дәуірінде, мысалы түрк дәуірінде петроглифтар тасқа салатын, тасқа салынған суреттер. Сол тасқа салынған суреттерді өзіміздің жер жақта басқа аудандарда қарасам сурет салып келеді екен. Жүгіріп кеткен маралдың түстері, жылқының и сиыр. Сиырдың түсі үлкен бір мынандай мүйізбе. Сол біздің Ақбастың нағыз ата бабасы сол мал. Сол малдың мысалы тастағы петроглифін көріп Қазақстан бойынша іздедік қой. Мынандай қай жерде табылады екен деп остров Криттен тауып алдық. Остров Критте дәл бірдей сондай сурет бар екен. Сонда айтайын деген біздің қазақ Ақбас ол үлкен тарихы бар. Осы жерден емес 50 жылдан. Оның зерттей берсек, негізі зерттеу институт керек деп тұрған содан. Ол ана терең заманнан, сол бұрынғы біздің дәуірге шейін заманнан шығады. Және екінші қосып кететін осы жерде қазақ мемлекет туралы. Біздер басқа шет елдер мемлекеттер бізде 1465 жылдан бастап қазақ хандығы құрылған деп. Ол рас. Бірақ біз тереңдеу тағы зерттеп кетсек, біздің ата-бабаларымыз сақтар біздің ата-бабаларымыз ғой. Олар біздің дәуірге шейін болды. Түріктер біздің ата-бабаларымыз ғой. Қимақтар біздің ата-бабаларымыз. Сондықтан қазақтың да тарихы өте терең. Ана Британия елінде болған кезде олар мақтанады. Біз осы 9 ғасырда осы дәуірден біз Лондонда 34 мың дейма халық тұрғанбыз. Дәл сол уақытта біздің отырарда 100 мың халық тұратын. Вот қандай бізде деңгей болған, сол деңгейге біз қазір бару керекпіз. Қазақтың тек қана малын емес, халқын да соған жеткізу керекпіз. Рахмет. Көп рахмет. Енді біздің подкастымыз соңғы уақытыда жетіп қалды. Сіздерге көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп, осылай келіп, студия видео түсіргенге, подкаст түсіргенге көп рахмет.